Баршаңызға сәлем. Бүгін 2 сынып қазақ тілі 95-ші сабақ зат есімнің жекеше және көпше түрі. Егер видео ұнаса, соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Зат есімнің жекеше және көпше түрі. Біз бұл тақырыптан зат есімге көптік жалғауларын жалғай алуды үйренеміз. 45-ші жаттығу. Өлеңді оқы. Төлдерім. Бота төлі түйенің, құлын төлі биенің, қойдың төлі қозыны момыным деп білемін. Бұзау төлі сиырдың, ырыс құты үйімнің, ешкі төлі лаққа шұнағым деп сүйіндім. Зат есімдерді тап, оларды зат есімнің көпше түріне айналдырып айт. Бұл өлеңдегі зат есімдер бота, түйе, құлын, бие, қой, қозы, бұзау, сиыр, ешкі және лақ. Енді осы сөздерді көпше түрге айналдырып жазайық. Бота, боталар. Түйе сөзінің көпше түрі түйелер, құлын, құлындар, бие, биелер, қой сөзінің көпше түрі қойлар, қозы, қозылар, бұзау, бұзаулар, сиыр, сиырлар, ешкі, ешкілер, лақ, лақтар. Келесі 46-шы жаттығу. Мәтінді көшіріп жаз. Түйе 4 түліктің бірі, ол шөлге төзімді. Түйенің сүтінен шұбат жасалады. Осы мәтінді дәптерге қатесіз әдемілеп көшіріп аламыз. Келесі 47-ші жаттығу. Көптік жалғауларының тиістісін қойып, сөйлемдерді жаз. Түйелер боздайды, сиырлар мөңірейді, қойлар маңырайды, иттер үреді. Келесі шығармашылық үзіліс. 48-ші жаттығу. Шеңбер бойына жасырынған түліктердің атауын тап. Бұл шеңберде бізде шығатын сөздер сиыр, құлын, ешкі, жылқы, түйе және лақ. Өзіңе ұнаған түліктердің біріне арнап өлең құрастырып көр. Жылқы шауып келеді, желде есіп жөнеді. Қымызымен қуатты қазақ үшін киелі. Осы сияқты өз ойларыңызбен өзгертіп, басқаша етіп құрастырып жазсаңыздар болады. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаймыз. Және де түсінбеген жерлеріңіз болса, сұрақтар туындаса, комментарийға жаза отырыңыздар. Мен міндетті түрде барлықтарыңызға жауап беретін боламын.